Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады, сол үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ал бүгін сіздермен осындай ерекше тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 170 мг мұздай су, бір жұмыртқа және жарты ас қасық тұз салып араластырып аламыз. Ыдысымызға 250 грамм ұнды осылайынан илеуіштен өткізіп, оған жаңағы дайындаған сұйықтығымызды қойып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алып, 30 минутқа пакетикке салып қоя тұру қажет. Жарты сағат өткен соң қамырымызды өте жұқа етіп, осылайынан жайып шығамыз. Қамырдың бетін осылайынан өсімдік майымен толықтай жағуымыз қажет. 200 грамм асқабақты осылайынан үкіштен өткізіп, жаңағы май жағылған қамырымыздың бетіне толығымен салып шығамыз. Видеода көрсетілгендей қамырымызды осылайынан рулет қылып ораймыз. Рулетті осылайынан бірнеше бөлікке бөліп шығу қажет. Ыдысымызға 30 мг өсімдік майын құйып, 2 дана пиязымызды осылайынан майда етіп турап алуымыз қажет. Сөйтіп жаңағы сыған майда қызарғанша қуыратын боламыз. Пияздың бетіне 200 грамм тартылған сиыр етін салып, оны да бірнеше минут қуыратын боламыз. Бір дана сәбізімізді алып, үкіштен өткізіп алып, қуырылып жатқан етіміздің бетіне салып, тағы да бірнеше минут қуырып аламыз. Сөйтіп бетіне бір ас қасық қызанақ пастасын саламыз. «500 грамм картопты осылайынан турап алып, жаңа қуырылып жатқан тамағымыздың бетіне салып, жарты ас қасық тұз және қайнап тұрған су құямыз. Тамағымыз бұрқылдап қайнағаннан кейін жаңағы дайындаған рулеттерімізді осылайынан қойып шығамыз. Орташа отта 30 минут қақпағын жауып пісіреміз. Достар, рецепт ұнаған болса, видеоның астында пікір қалдырып, поделиться батырмасын басу арқылы достарыңызбен бөлісе отырыңыз.